1990 жылғы дағдарыс Қазақстан демографиясына қалай әсер етті? Тәуелсіздік алғаннан кейін елдегі әлеуметтік жағдай қандай болды? Әлеуметтік саладағы зейнетақымен қамтамасыз ету мемлекет тарапынан қалай шешім тапты? Мемлекет тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін қалай шешті? Қазақстан үкіметі қызметкерлердің әл-ауқатын жақсарту үшін қандай шаралар қолданды? Елбасы не себептен нұрлы көш бағдарламасын қабылдады? Осы сұрақтарға жауап берейік. 1990 жылғы дағдарыс Қазақстан демографиясына қалай әсер етті? 20 ғасырдың 90 жылдарындағы дағдарыс Қазақстан халқының саны мен демографиялық үрдісіне кері әсер етті. Қазақстандағы орташа өмір сүру жасы 1990 жылдан 1995 жылға дейінгі аралықта 4,7 жылға қысқарып, соңғы 35 жылда болмаған көрсеткішке жетті. 1991-1996 жылдар аралығында барлық білім беру мекемелерінде білім алушылардың саны азайды. Мысалы, 1991 жылы 5763 адам білім алса, 1996 жылы 3531 адамға қысқарды. Яғни, 1991 жылдан 1996 жылға дейін Қазақстандағы білім алушылардың саны 39%-ға азайды. Мұндай көрсеткіш республика халқының сауаттылығы мен білім деңгейінің төмендеуінің көрінісі еді. Тәуелсіздік алғаннан кейін елдегі әлеуметтік жағдай қандай болды? 1991 жылдан бастап республикада жұмыссыздық белең алды. Әсіресе ауылдық жерлерде кеңшарлар өз жұмысын тоқтатып, жұмыссыздық көбейді. Жастардың барлығы жұмыс іздеп ауылдан қалаға ағылды. 1995 жылғы дағдарыс салдарынан жұмыссыздардың саны 150 мыңнан асып, бұрынғы көрсеткіштердің бәрінен де нашарлады. Өндіріс орындары мен еңбек мекемелерінде де жұмыс тоқтап, көптеген кәсіпорындар өз жұмысшыларын еріксіз еңбек демалысына жіберуге мәжбүр болды. Әлеуметтік саладағы зейнетақымен қамтамасыз ету мемлекет тарапынан қалай шешім тапты? Қазақстанның әлеуметтік саласындағы басты мәселенің бірі зейнетақымен қамтамасыз ету. Елдегі зейнеткерлердің қатары едәуір өсіп, олардың саны 2002 жылы 3 миллион адамға жетті. Осыған орай, үкімет зейнетақы мәселесін шешу үшін 3 бағытта жұмыс жүргізді. Бірінші, зейнетақының бұрынғы қарыздарын жабу. Екінші, зейнетақыны уақытында төлеу. Үшінші, зейнетақы жүйесін реформалау. Бұл 3 бағытта жүргізілген іс-шаралардың біразы іске асты. 1999 жылдың зейнетақы қарызын төлеуде бірқатар шаралар іске асырылды. Әсіресе 7-8 ай бойы зейнетақыларын ала алмай келген ауыл тұрғындарына ерекше көңіл бөлінді. Зейнетақыны одан әрі арттыру бағытында шаралар жүргізілді. Атап айтқанда, зейнетақының ең төменгі мөлшері 1998 жылы 3000 теңге болса, 2000 жылы 4000 теңгеге жетті. Мемлекет тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін қалай шешті? Халық тұрмысындағы маңызды көрсеткіш тұрғын үймен қамтамасыз ету болды. 90 жылдары республикада тұрғын үй салу төмендеп кетті. Тек 2000 жылдан бастап тұрғын үй құрылысы қайта қолға алынды. 2002 жылы үй құрылысына 29,4 миллиард теңге инвестициялық қаржы жұмсалды. Бұл 2001 жылмен салыстырғанда 7,9%-ға көп еді. Жаңадан 1.402.000 шаршы метрді қамтитын 11,2 мың пәтер қолданысқа берілді. Үй құрылысы Алматы мен Астана қалаларында қарқынды жүрді. Қазақстан үкіметі қызметкерлердің әл-ауқатын жақсарту үшін қандай шаралар қолданды? Қазақстан үкіметі соңғы жылдары халықтың әл-ауқатын жақсарту, соның ішінде еңбекшілер мен қызметкерлердің жалақысын арттыруға көп көңіл бөлуде. Экономиканың көтерілуі әлеуметтік міндеттердің үлкен кешенін шешуге мүмкіндік берді. Тек 2002 жылы орташа айлық 54%-ға, 1999 жылғы 9400 теңгеден 18500 теңгеге дейін көбейді. Ең төменгі жалақы көлемі 5000 теңгені құрады. Бұл жылдары үкімет әсіресе бюджеттегі мекемелер қызметкерлерінің жалақысын көтеруге көп көңіл бөлді.
2002 жылы мұғалімдердің жалақысы 35%-ға көбейді. Бұл мұғалімдердің орташа айлық жалақысының мөлшерін 2000 жылғы 7000 теңгеден 9300 теңгеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Елбасы не себептен Нұрлы көш бағдарламасын қабылдады? Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен 2008 жылы 2 желтоқсанда бекітілді. Оның негізгі мақсаты оралмандарды ұтымды қоныстандыру және жайластыру, этникалық көшіп келушілерге Қазақстанның бұрынғы азаматтарына келген еңбек қызметін жүзеге асыру. Біріншіден, жоба 2009-2015 жылдарға арналған. Екіншіден, алғашқы кезең яғни 2009-2011 жылдар аралығына бағдарламаны жүзеге асырудың жалпы шығыны 170,6 миллиард теңгені құрады. Үшіншіден, оралмандарды арнайы қоныстандыру мәселесі. Бұрынғыдай оралмандар өздері қалаған мекендерді таңдамайды. Қазақстан үкіметінің нұсқауымен орналасады. Осылайша, 1990 жылғы дағдарыстың шығу жолында Қазақстан үкіметі қомақты жұмыс атқарды.